сәлеметсіздер ме, каналыма қош келдіңіз. Бірден қытырлақ әрі жұмсақ самса жасау мүмкін емес деп ойлайтын қыз-келіншектер осы рецепті байқап көріңіздер. 180 мл суға 180 мл айран қосып, 2 чайна ложка тұз бен 1 жұмыртқа салып араластырып аламыз. Електен өткен ұн салып, жұмсақ қамыр илейміз. Ингредиенттерін толықтырып описаниеге жазып кеттім. Жайғанда ыңғайлы болу үшін 3-ке бөліп алдым. Кезек-кезек жайып, тоң май мен дүкеннің майын бірге ерітіп, арасына жағып орналастырып аламыз. Видеодағыдай тартып, тығыз етіп орап аламыз. Арасындағы қатпарлары анық, осылай әдемі болып шығады. 15-20 минуттай морозилкада сақтап аламыз. Морозилкаға кіріп шыққан қамыр жақсы жабысып, ажырамай түйіледі. Одан кейін жайып бастай беруге болады. Ұзақ уақытқа сақтауға да болады. Салмасына өзімізге ұнайтын кез келген салманы дайындап аламыз. Мен асқабақ, ет, картоп, пияздан салма әзірледім. Қалағанымызша түйіп аламыз. Немесе мен видеодағы көрсеткендей түйіп алсаңыздар да әдемі шығады. Жиектерін бүріп, немесе тюльпан етіп түйсеңіздер де болады. Бұл теста кез келген самсаның түйу тәсіліне кете береді. 180 градуста 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Әр пеш әртүрлі пісіреді, сондықтан үсті алтын түстес болғанша пісіреміз. Түсінбеген жерлеріңіз болса комментарийге қалдырсаңыздар болады. Лайк басып каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен ерекше рецептермен бөлісіп отырамын.